Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қалтайты жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Салауат Айыр Еркебұланқызы. Табиғатты аялар, жас өлкетанушылар, экологтар мен жас зерттеушілерінің облыстық форумының эко-блогер әлеуметтік бейнеролик номинациясының қатысушысы. Негізгі мақсатым күнделікті тұрмыста химиялық тұрмыстық тазартқыштардың орнына экологиялық, зиянсыз, қауіпсіз баламаларды қолдану арқылы табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастыру, тұрмыстық химияны азайтуға шақыру. Сәлем! Мен ас содасымын. Кішкентай ғана қорап болсам да, үйде пайдам өте көп. Жеміс жидектерді жай сумен емес, менімен жусаң, олар тіпті таза болады. Өйткені мен бактерияларды азайтуға көмектесемін. Қарапайым, бірақ пайдалы. Иіс бар ма? Уайымдама. Холодильниктегі жағымсыз иістерді өзіме сіңіріп аламын. Мен бар жерде тазалық пен сергектік бар. Кішкентаймын, бірақ пайдам үлкен. Кейде үйге кіргенде бір түрлі иіс болады ғой. Сол сәтте мен көмектесемін. Көрінбеймін, бірақ әсерімді бірден байқайсың. Үйің таза, көңілің жайлы. Мен бар жерде ыдыстар жеңіл жуылады. Су көпіршіп, кір тез кетеді. Ас үйдің ауасы тазарады. Күнделікті жұмыс оңай сезіледі. Менің пайдам бұнымен бітпейді. Тағы Біз ойланбай қолданатын тұрмыстық химия қайда кетеді? Тұрмыстық жуғыш заттар, сабын, кір жуғыш ұнтақ, ыдыс жуатын сұйықтық, ағартқыштар күнделікті өмірде өте қажет. Бірақ оларды дұрыс қолданбаса, адам денсаулығына және табиғатқа зиян келтіруі мүмкін. Адам денсаулығына зияны: теріге аллергия, дерматит туғызуы мүмкін, тыныс алу жүйесіне, иісінен жөтел туғызады. Улану: балалар ішіп қойса, асқазан ішек жолдарын зақымдайды. Көзге зияны: күйдіреді, қызартады. Қоршаған ортаға зияны: суды ластайды, яғни өзен-көлге түсіп, балықтарға зиян келтіріп, су құрамын бұзады. Топыраққа зияны: өсімдік өсуіне кері әсер етеді. Күнделікті тазалау үшін біз ондаған химиялық құрал қолданамыз. Ал табиғатта олардың қалдығы 100 жыл сақталады. Ас содасы қауіпсіз табиғи әмбебап құрал. Ол раковинаны тазартады, иісті жояды, дақты кетіреді, плитаны жылтыратады. Ең бастысы, табиғатқа зиянсыз, бағасы да қолжетімді. Ас содасы біздің үйіміз бен жер үшін ең дұрыс таңдау. Табиғатты тазалау өз үйің мен табиғатты қорғаудың ең жеңіл жолы.